Бірінші солтүстік арнасының редакциясына Петропавл қаласының тұрғыны Людмила Перова хабарласты. Көмек көрсетуін сұраған тұрғын үйінің маңындағы құбырлар жөндеуінің кесіріне наразы. Өйткені ойықтардағы қоқыс көбейе бастаған. Кесірінен жағымсыз иіс үйдің ішіне дейін еніп кетті дейді. Сонымен қоса барлық жүретін жолдар жабылып қалған. 2 месяца это конкретно. Вот. 2 айдан артық уақыт бойы жол ойдым. Ал қазіргі күні қысқа дайындық қызу жүріп жатқан кезде жол қажет. Оның үстіне жолдар қоқыс алаңына айналып кетті. Алтынсарин көшесінде жоспарлы құбыр ауыстыру жұмыстары жалғасып келеді дейді. Шенеуніктердің сөзінше бұл Сыр ауданындағы жылу құбырын күрделі жөндеу жүргізумен кәріздік құбырларды орнату үшін бағытталған. Дегенмен маусым айында басталған жұмыстардың әлі біршама жалғасатын түрі бар. Работы запланированы, так как у нас Жас өркен деп аталатын ауданда инженерлік коммуникация жүйесін жаңғырту жүргізіліп келеді. Ол дегеніміз болашағы бар аудан ретінде құрылыс жұмыстары қызу жүреді. Ақжағалылардың сөзінше жөндеу жұмыстары қыркүйек айының соңына бірақ аяқталады. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жолдар ретке келтіріледі деп сөз берді.